Қалайсыңдар сендермен сол баяғыдай мен Микопис. Бүгінгі видеода біз Санджи туралы айтатын боламыз. Арнамызға жазылып қоңырауша түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ендеше не қарап отырмыз, кеттік. Ең алдымен Санджидің қарсыласы Квин болғандықтан ол туралы да кішігірім информацияларды айтуды жөн көрдік. Квиннің кеудесінде дерлік жететін өте үлкен, өте жоғары белді комбинезон киеді. Ол қара және ақтық жолақтарымен боялған және алдыңғы жағында 8 пішіндегі алтын ілмектермен бекітілген. Оның механикалық қолында жолақ матаның бір бөлігі де тігілген. Бірақ оның аяғында Квин кәдімгі қара етік киеді. Кішкентай кезінде ол сондай толымды және шашын толығымен қырып тастаған. Ол ересек адам киетін киіміне ұқсайтын қара комбинезон киіп, маңдайына көзілдірік киген. Бұрын Матста жұмыс істегендігі белгілі болды. Квин кішкентай кезінен бері пират болуды армандамаған деседі. Оны Кайдо өзінің командасына қосып алған. Квиннің басшысы Кайдо және қасындағы Кинг және де Джек. Осы төртеуі әлемдегі ең мықты йонколық дәрежеге жету үшін бар күштерін салған. Мен өзім One Piece'ті аяқтағаныма 3 жылдан астам уақыт болса да, осы уақытқа дейін ең көрген қызықты бойларымның бірі Санджи мен Квин. Әлбетте дәл қазіргі уақытта Санджидің фанаттары көп екендігі белгілі. Бірақ өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, Санджидің опыты көбірек пе, әлде Квиннің опыты көбірек пе? Ол жағын өздеріңіз де жақсы білесіздер. Мен өзім ең басына мангасы шыққаннан ақ ойлаған едім, Санджи Квиннан смела жеңіліп қалады деп, бірақ сюжет оған жол берген жоқ. Неліктен? Себебі алдағы уақытта мугиваралықтар өздерінің күшін толықтай ашу үшін және де Рафтеллегі финалдағы соғысқа дайындықты көрсету кезінде Санджи, Зоро және де мугиваралықтар бірге шайқасатын болғаннан соң оны әлбетте өлтірмейтіндігі белгілі. Санджидің да артық жерлері бар. Өздеріңіз көріп тұрғандай, өзінің капитанына қандай дені дұрыс адам шабуыл жасайды. Менің ойымша, Санджиді кез келген адам басқара алады, себебі ол өте ашушаң, өзінің эмоцияларын басқара алмайды. Санджидің фанаттары ренжімесін, бірақ та бұл айтып тұрғандарымыздың барлығы шындық екенін өздеріңіз де көріп тұрсыздар. Квин өте мықты және де Кайдоның қасында жүргеннен кейін көптеген опыттарды жинағаннан соң біз Санджиді смела жеңеді деп ойлаған едік. Менің өзімнің көңілім мүлде толған жоқ бұл шайқасқа. Квин Санджидің басын шауып алмақшы болған кезде Квиннің қылышы ұшып кетеді. Сонда бұл дегеніміз Санджидің опыты емес, төзімділігі мықтырақ па? Санджи Ваноға келмес бұрын өзінің отбасындағы аға інілермен баяғыдан бері жанжалдасқанын жақсы білеміз. Өзінің отбасындағы аға інілері оны жақтырған жоқ және де оны ешкімде жаттықтырмаған. Санджиді кішкентай кезінде аралдан Черная Нага есімді қазіргі повар аспазшы тауып алады. Черная Нага Санджиді барынша жаттықтырып, өзінде қандай опыты бар білген нәрселерімен үйретеді де Санджиді ең мықты жылдам адамдардың біріне айналдырады. Санджи уақыт өте келе отбасындағы адамдарға жақындай бастайды да олармен қайтадан байланысын жалғай бастайды. Санджи олардың костюмын ешқашанда кимеймін деп айтқан еді, бірақ та сюжет бұған жол берді ме? Әлде бізді тағы да алдады ма? Санджи костюмды киіп алады да Дрейкқа қарсы атакасын бастап жібереді. Кішкентай кезінен бері аға інілері оны ұрып соғады. Уақыт өткеннен кейін Санджидің мықтырақ екендігін түсінеді де оның көтіне кіре бастайды. Бұл қалай сонда? Ей, Санджи, есіңді жи. Сенің отбасыңдағы адамдар сені ұрып соқты. Сонда да сен оларға қайтадан қосыласың ба? Әлбетте Себебі сен оларды қанша жерден жек көрсең де оларға бәрібір де ішің тартып тұратындығы белгілі. Санджи осының барлығын есіне алады да өзіне мотивация жинап отбасындағы адамдар үшін, Луфи үшін барын салып Квинға қарсы атакасын бастайды. Сен қызыл аяқ Санджисың ба, әлде жерма Санджисың ба? Оны есіңе ал. Болды доғар Санджи, ешқандай да 26 жоқ. Сенің мақсатың мугиваралықтарға көмектесіп, Луфиді қарақшылар патшасы атандыру қажетсің. Осылай өз-өзіне сөз береді де Квинмен шайқасын бастап кетеді. Міне Патыр. Сіздерге 26 костюмы ұнады ма? Өз ойларыңызды комментарийға жаза кетсеңіздер болады. Санджиді қаншалықты мықты деп бағалайсыздар?
10-нан 8 либо 7 өздеріңіз қоярсыздар комментарийға. Санджи 26-6 костюмімен адамдарды қырып жатқан кезде оның ағасының да күшін көрсетеді. Өте найзағайлы. Бұл костюмнің да өзінің бір сырлары бар екендігі айдан анық. Әрмен қарай Санджи Квинмен шайқасып жатқан кезде 26-6-ның мүшелері оның ойын толықтай өзгертеді және де өзі ақмақ болғандығын есіне алады. Барлығымыз да білетін шығармыз, Санджи қыздарды ешқашанда ұрмайды, ал кімде-кім қыздарды ұрғанын көретін болса, оның көтін айырады. Әрмен қарай Санджи өзінің кереметтей формасын халыққа таныстырады да Квинға қарсы атака жасап, оны жартастың арғы бетіне қарай ұшырып жібереді. Осылайша Санджи мен Квин арасындағы соғыс аяқталады. Сіздермен бүгін болған мен Мико Пис. Келесі видеоларда кездескенше, видео ұнаса лайк және де комментарий басуды ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.